Қылмыс болғаннан алдын қылмыстық уақиға болған алғашқы сәттерінде еш нәрседен хабарсыз күнделікті күн тәртібіне сай мекеменің тұрғын аймағындағы номер 1-ші жатын бөліміндегі кадрлардан және 5-6 жасақ шайханасының бейнебақылау кадрларынан көруімізді. Сол жерлерде шай ішіп, намазға дайындалып жүрген кездерім жазылған. Күні кеше сот отырысында жарыс сөз кезеңі басталды. Сотталушылардың бірі Намазбаев Нұрсұлтан бөлік кезінде мүлдем басқа жерде болған мәлімдеді. Оның айтуынша бұл жайт бейнебақылау камералары арқылы дәлелденуі мүмкін. Оған байланысты видеоны қанша рет көрді, судья көрді бірінші сатыда? Бірінші сатылы сот қанша рет көрді, және де ақтады ол нәрседен. Ақтады, ол жерде зерделеу жұмыстары жүрді. Ол видеоға сараптама тағайындалды. 3795 номер санды сараптама тағайындалып, ол жерде куәлар мен жәбірленушілердің айтқан жауаптары мүлдем басқа. Жалған екендігі анықталды. Солай. Енді апелляциядан әлбетте әділдік күтеміз, себебі қылмысты істеген адамдар жазаланса, әлбетте ол әділдік болады, осындай әділетсіздік болғаннан кейін құрмет сотқа, мекеме әкімшілігіне деген сенімсіздіктер болады адамда. Құрмет сот істі жаңғыртып, бірінші сатылы соттың тәртібімен істі қайта қаралды. Я болмаса, мені ақтауды сұраймын. Еске салайық, 13 азаматқа Төле би аудандық соты 2024 жылдың 20 қыркүйегінде үкім шығарған. Олар Ленгір қаласындағы нөмір 55-ші түзеу мекемесінде болған тәртіпсіздікке қатысы бар деп танылған. Сотталушыларға қатысты барлық дәлелдемелерді сотқа ұсындық. Бірінші сатылы сот тек қана жәбірленушілердің тарапына өте қатты көңіл бөліп, іс тек қана айыптау тарапында өтті. Ал ата-аналары болса балаларының бүлікке қатысы жоқ екенін айтып, жазаны әділетсіз екенін алға тартып отыр, тіпті кешірім берсе екен деген үміті бар. Не үшін бұл қайтып кінәлі қылды? Бірінші сот тергеу саралаған уақытта ол баламның ұрды-соқты дегенін бәрін анықтап, видеода да көрсетіп, ақтап алды. Бірақ соттың соңына келген уақытта Амангелдиевтің бізді басқарған топтасып істедік деген жауабына қарай, олар ол жерде, мына жерде отырған 13 баланың ішінде менің ұлым ғана